Hello достар, сіздер менен мақсат және мен бүгін CSGO ойынына видео түсіретін боламын. Бұл менің ең бірінші видеом. Ендеше кеттік достар. Шорт. Достар, мен моментте CSGO-дың дауысы неге сізге естілмей тұрғанын айтатын боламын. CSGO-дың дауысы естілмегенін айтайын десем, бір зат түсіне алмай жүрмін да. Дауысын қосып қойсам, менде заттың дауысыға шығып кетеді. Микрофонымнан гөрі CSGO-дың дауысыға шығып кетеді. Мен заттан настройка кіріп CSGO-дың дауысын азайттым жақта. Бірақ сонда да CSGO-дың дауысы қатты шығып тұрады, білмеймін неге екенін. Соның кесірінен мен затты сөндіріп тұрадым. Газ. Опа. Опа. 3. Шуен ол кезде өлем. Сам. Достар, мақсат дегенде мен аватарымда Dota 2-ні сурет тұрғанда білмейміз енді. Дотаны да ойнаймын, Dota бала болдық кезінде де осы ойнап жүрмін сізде. Бірақ CSGO что-то қызық болып жүрген сияқты, обновалардан перчат суретті шыққан соң кішкене қызық. Перчаттың кейіп көрмесем де өтірік қандай серверлерге кіріп, нож алып, драгонлор алып, перчатка алып, қолыма өзімді олигарх сезілі ойнаймын арасында. Лонг есть, чуваки. Міне мынандай тактиканы көрсетейін сіздерге достар. Оп дейсіз да, мынаның үстіне мініп аласыз. Міне опа, көріп тұрсыз ғой. Просто спокойненько шыққан кезде. Ооо! Лоңқа кірді дейді достар. Тигізе алмай. Алып мен ойнамай ақ қояйын достар, мен что-то ұят болды енді. Видеода олай ойнасам білмеймін. Опа, изич. Пенде. План чекаю. План. Блять, как он же? Сам ты тупой чувак. План чека говорил я. На нахуй.
Қазір ташып тастаймыз. Хедшот дейді. Сау болыңыз достар, сіздермен болған мақсат келесіде кездескенше.